Қазірдің өзінде түн, бірақ жігіт ұйықтай алмады. Түнгі сағат 3 болды, бірақ оның ұйықтағысы келмеді. Жас жігіт ұзақ ұйықтап жатқан сүйіктісіне қарап, бетіне сүйіп бөлмеден шығып кетті. Бір бөтелке шарап алып, бірінші ішкен стаканнан кейін ұйықтап кетуі көмектеседі деп үміттенді. Жігіт ілулі отырған фотосуреттерін көре бастады. Қабырғада оның барлығы сүйікті әйелмен бірге түскен фотолары. Ол онымен бірге болғаны бақытты, ол оны қатты жақсы көрді. Ең қиын уақытта оны әрқашан қолдады. Соңғы 2 жыл ол әкесі мен анасын бірден жоғалтқанда Марта онымен бірге болды. Бәрі бірге болған ең жақсы уақыттарды есіне түсірді. Жігіт өзінің ескі фотосуреттерін қарауды ұйғарды. Стаканды алып шатырға барды. Ол жерде анасы бүкіл отбасылық фотосуреттер мұрағатын сақтайтын. Төбеде жарық самы болмағандықтан ол үнемі осында болатын шамды сілкіп, үлкен қорапты алып, фотосуреттерін бір-бірлеп шығара бастады. Міне ол жай ғана қолында аспаппен көшеде тұр. Бұл жерде ол анасының құшағында. Бұл фотода оның ең жақын досымен. Ал бұл не? Ол фотосуреттен досынан басқа біреудің, яғни қыздың тұрғанын байқады. Марта? Жоқ, өте ұқсас. Тағы мына жерде. Қалайша? Мүмкін емес. Жігіт те қызда сол кезде 12 жаста еді. Оның жүзіне не болған? Оның беті қорқынышты жымиған күлкісі, салқын көзқарасы жігітті қорқытты. Я, ол сол. Жігіт барлық фотосуреттен Мартаны көреді. Бұл қалай болғаны? Осы кезде жігіт біреудің қарап тұрғанын сезеді. Ол оған қарады, бірақ фотосуреттен емес. Әрқашан жаныңда болдым, жаным. Сені күттім. Бірақ тек туыстым бізге екеумізге қарсы болды. Сен менікісің, тек қана менікісің.